Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бастауыш сынып мұғалімі Темирова Дания Құдайбергенқызы. Бүгінгі біздің сабағымыз сауат ашу. Тақырыбымыз денсаулық, зор байлық. Бас әріппен жазылатын сөздер. Сабағымыздың оқу мақсаттары: мәтіннен бас әріппен жазылатын сөздерді анықтай аламыз, және оның бас әріппен жазылу себебін түсіндіреміз. Келесі мақсатымыз мәтін мазмұнына сәйкес сұрақты анықтау және оған жауап беру. Енді балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрсыңдар, балалар? Бұнда құсбегілік, құсбегі деген кім екен, соған назар аударайық. Құсбегі дегеніміз, балалар, аңға, құсқа салу мақсатымен бүркіт, ителгі, қаршыға, қырғи сияқты жыртқыштарды қолға үйрететін адамды құсбегі дейді екен. Балалар, енді келесі тапсырмамыз. Әңгімелеу әдісі арқылы мына мәтінді оқып алайық. Барлығымыз бірге мәнерлеп оқиық. Атам құсбегі. Оның аң аулайтын бүркіті мен тазысы бар. Бүркітті қолға үйретіп, оған Ақсұңқар деп ат қойды. Мен тазыны Ақтөс деп атадым. Ақсұңқар мен Ақтөс маған ұнайды. Жарайсыңдар, балалар. Барлығымыз бірге оқыдық. Енді мәтіндегі бүркіт пен тазыға қандай ат қойған екен? Соны айтып жіберейікші, балалар. Дұрыс айтасыңдар. Мәтіндегі бүркітке Ақсұңқар, тазыға Ақтөс деп қойған екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді қарамен берген сөздерді неліктен бас әріптен басталып тұр деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Өйткені үй хайуанаттары бас әріппен басталып жазылады. Жарайсыңдар, балалар. Енді өзімізді шапалақ әдісі арқылы бағалап қояйық. Келесі, балалар, адам аттары, жер су аттары, жануарлар аттары қандай әріппен жазылады екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бас әріппен жазылатын сөздер. Мысалы, адам аттары: Азамат, Досжан, Талдықорған, Алматы қалалары бас әріппен жазылады екен, балалар. Және үй жануарлары да бас әріппен жазылады екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді мына суретке назар аударайық. Үй хайуанаттары мен үй жануарларының аттары берілген. Сол суретке назар салайықшы. Дұрыс жазылып тұр ма, балалар? Дұрыс емес, дұрыс айтасыңдар. Дұрыс емес. Міне, үй хайуанаттары мен үй жануарларының аттары бас әріппен жазылады екен. Бөрбасар, Ақтөс, Тайбурыл. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Келесі тапсырмамыз бізде кім жалдам әдісі бойынша мына жаңылтпашты жатқа жаз. Балалар, бірінші жазбас бұрын жаңылтпашты жаңылмай жылдам оқиық. Жарыста ораз озар мекен, ажар озар мекен? Және бір қайталайық. Жарыста ораз озар мекен, ажар озар мекен? Балалар, жақсы, қайталадыңдар. Енді біз бұл жаңылтпашта қандай адам аттары бар екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ораз және ажар. Олар қандай әріппен жазылып тұр?
бас әріппен жазылып тұр. Дұрыс айтасыңдар. Оларға қанекей сұрақ қойып көрейікші. Иә, Оразға және Ажарға сұрақ қояйықшы. Дұрыс айтасыңдар. Оларға кім деген сұрақ қойылады. Міндетті түрде адамдарға кім деген сұрақ қойылады екен. Жарайсыңдар балалар. Иә, енді сендердің аттарыңды кім және неліктен осылай қойды екен? Иә, білмесеңдер, ата-аналарыңнан сұрап алыңдар. Жарайсыңдар, тапсырманы жақсы орындадық десек, өзімізді мына күлегештер арқылы бағалайық. Енді балалар, келесі бейнероликке назар аударып, бойымызды бір сергітіп алайық. Жарайсыңдар балалар, бір сергіп алдық. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде үшінші жаттығу. Берілген әріптерден басталатын жер су аттарын атайық. Қанекей балалар, бірінші Қ дыбысынан келетін жер су аттарын атайық. Қарағанды, Қазақстан, Қарқаралы, Қаратау. Жарайсыңдар балалар. Жақсы, келесі Т дыбысынан келетін жер су аттарын атап көрейікші. Тараз, Талдықорған, Тарбағатай, Теміртау. Жарайсыңдар балалар. Бұл қалалардың аттары бас әріппен жазылады. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Келесі тапсырмамыз дұрыс-бұрыс ойын арқылы ойын ойнап жіберейік. Бұл ойынды ойнамас бұрын шартын түсініп алайық балалар. Бірінші мен сіздерге мына сөйлемдерді оқиым, сіздер оған дұрыс-бұрыс деп жауап беріңіздер. Бірінші, кісінің аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Дұрыс па, бұрыс па балалар? Дұрыс айтасыңдар. Үй хайуанаттары мен үй жануарларының аттары кіші әріппен жазылады. Дұрыс па, бұрыс па балалар? Бұрыс. Дұрыс айтасыңдар. Бұл бұрыс. Үй хайуанаттары мен үй жануарларының аттары бас әріптен басталып жазылады. Жер су аттары бас әріптермен жазылады. Дұрыс па, бұрыс па балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қала таулары кіші әріппен жазылады. Дұрыс па, бұрыс па балалар? Бұрыс. Бұл жерде бұрыс екен балалар. Қала таулары кіші әріппен жазылмайды, иә? Бас әріппен жазылады. Дұрыс айтасыңдар.
Тараз, және, Шымкент, Семей сөздері әрқашан бас әріптен басталып жазылады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Келесі енді біз осы сабағымызды қалай дескрипторға назар аударайық балалар. Осы сабақты қаншалықты түсінгендеріңді дескриптор арқылы білейік балалар. Бас әріппен жазылатын сөздерді таба алдық. Қатесіз көшіріп жаза білдік. Кісі аттарын ажыратамыз. Жер су атауларын танимыз. Үй жануарларына берілген аттарын таба аламыз. Жарайсыңдар балалар. Енді біз жетістік баспалдағы арқылы өзімізді қай сатыда тұрғанымызды анықтайық балалар. Бірінші, тапсырманы орындай алмадым. Келесі сатыда аздап қиналдым. Тапсырманы орындай алмадым. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді әділ бағалады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.